Ассалаумағалейкум ағайындар, Рамазан айы құтты болсын, оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Мен бүгін сіздерге көшеттерді қалай отырғызу жайлы айтатын боламын. Жомарт бау-бақша каналына жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ағайындар, мынау шабдалы көшеті, қай көшетті алсаңыз да олардың отырғызылуы бір-біріне ұқсас болады. Біз бүгін шабдалы көшетін алдық. Шұңқырды қазып дайындап қойдық. Шұңқырды қазғанда достар, мән беріңіздер. Шұңқыр мына отырғызылатын көшеттің тамырына расшоттап қазылу керек. Тамыр үлкен болса, үлкен қылып диаметрін, кіші болса, кішілеу қылып қазу керек. Өйткені отырғызылатын көшеттің тамыры шұңқырдың қапталдағы стенкілеріне астыңғы тамырлары қайырылып қалмауы керек. Қапталғы тамырлары да астыда еркін жатуы керек. Шұңқырда астына кішкене су құямыз, жұмсақ топырақтардан саламыз. Осы жерде дайындап қойған шіріген көңдеріңіз болса, астына салып жіберсеңіз өте жақсы болады. Сосын отырғызғанда мынаған мән беріңіздер достар. Мына жерде көзі деген болады. Сол жердің бетінде қалуы керек міндетті түрде. Ол өйткені тал сол жерден демалады. Егер ол көміліп кететін болса, отырғызылатын көшет ұстамай қалуы мүмкін. Соған мән беріңіздер достар. Жердің бетінде қалдырып кетіңіздер. Жайлап көмеміз, астына жұмсақ топырақтардан салған жақсы болады. Сосын көшетті отырғызғанда тағы да мән беретін нәрсе достар, көшетті кішкене құбылаға қарап сәл еңкейтіңкіреп отырғызған дұрыс болады. Өйткені әр нәрсенің бір сыры бар демекші, ол да талдың жеміс ағашының ұстап кетуіне пайдасы тиюі мүмкін. Жақсылап көмеміз. Жеміс ағашта міне көзі жердің бетінде қалды. Мән беріңіз, сол жердің бетінде қалуы керек. Соған мән беріңіздер достар, көміп жібермеңіздер. Сосын кішкене қолаға қарай сәл қиялатыңқырап отырғызған дұрыс болады. Жеміс ағашын қолаға қарай сәл қиялатыңқырап, еңкейтіңкіреп ексеңіз, ол да ұстап кетуіне пайдасы тиеді. Жақсылап көмеміз, астын жақсылап нығыздаймыз. Міне қолаға қарай сәл еңкейттірдік, көзі де жердің бетінде қалды. Астына жар шелектей суды құямыз. 3-4 күннен бір суарып тұрсаңыз да болады, тал ұстап кеткенше. Жомарт бау-бақша каналына жазылыңыздар достар, лайк басып, комментарий жазып, қазақша арнаға қолдау білдіріп отырыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар достар.